2005-тен кейін Қазақстан оппозициясы ауыл аймаққа бармаған, араламаған, бағдарламасын насихаттамаған, қатарындағы тұлғаларды айтпаған. Енді парламент сайлаулары болды, бірақ парламент сайлаулары олар ұжымдық көрініс қой. Мына тұлғалық ретінде айтып отырмын да. Сол кезде мен қазір ашық айтайын, 30-40%-ның төңірегінде біздің танымалдығымыз, яғни халықтың қолдауы мүмкін деген бізде рейтинг болды. Өзіміздің қолымызда. Оның ішінде кейбір региондарда танымалдылығым көбірек, кейбір региондарда танымал мүлдем аз. Сондай болды. Сондықтан билік өзіңіз білесіз, 5 деді басында, сосын 7-де 9 деген бір рейтинг шығарды бір апта қалғанда. Біз оған келіспедік, қалай 7-де 9 мүмкін емес деген деп. Сондықтан екінші фактор, мен өзім жеке тұлға ретінде түстім. Мен ұлт тағдыр ұсынды, бірақ ұлт тағдыры көп ұйымның бірі ғана. Мен ол кісілерге рахмет айтамын, ризамын, маған сенім артқанына, және оның барлық азаматтары облыстағы штабтарды басқарды. Сол болды. Сондықтан менің жеке тұлғалық факторым болды да, яғни мен біріккен оппозицияның бірегей кандидаты болған жоқпын. Яғни осы күнге дейін халыққа танымал азаматтар, тұлғалар барып менің командамда болған жоқ. Керісінше олар қарсы жұмыс істеді. Әблязов мырза мені жамандады. Бойкотшылар Парижде, Киевте жиналып, Парижде де жиналды, бойкот деді. Тағы менің бұрынғы кешегі әріптестерім қаралай бастады. Сондықтан сол факторларды есептеген кезде мен өз басым сол кезде 15-те 9 деген пайызды өзім ішімнен, өзім азамат ретінде біршама шындыққа жақындау деп ойладым. Сосын экзит пол деген өзі ол, біз білесіз, талай сайлауларда болып жүрді. Экзит полмен алдын ала қорытынды жанасып тұрады бір-біріне. Жоқ, сосын үшінші айтайын деймін. Үшінші, менің алдымда таңдау тұрды. Азаматтық, саясаткерлік, тұлғалық таңдау тұрды. Мойындау және мойындамау. Сондықтан сол күні өзіңіз білесіз, 9-10-да Әблязов мырза халықты көшеге шақырды. 9-ында сайлау күні барлық шыққан адамдарды Алматы, Астанада, басқа қалаларда алыпты абақтыға тоғытып тастады. Сондықтан мен өз басым, шын айтайын, міне жерде сіздің камераңыз ашық айтып отырмын, маған ешкім қысым жасаған жоқ. Мені ешкім сатып алып, ақша беріп, сен пәленше түгенше деп айтқан жоқ. Бұл менің өзімнің түнгі сағат 12:30-дағы азаматтық шешімім болды. Яғни, егер де қазір мен осыны